Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағы. Сабағымыздың тақырыбы табиғатқа саяхат Б дыбысымен әріпі. Балалар, біз бүгін Б дыбысын ары қарай оқуды жалғастырамыз. Бүгін сендер мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп, шағын мәтін құрастырып үйренесіңдер. Оқулығымыздың 96 бетіндегі 117-118 сабақтарды өтеміз. Бүгін бізде екі сауат ашу сабағы. Алдымен сабағымызды бастамас бұрын өткенді қайталап өтейік балалар. Кеше біз сендермен Б дыбысын өткенбіз. Б дыбысы дауыссыз дыбыс дедік. Б дыбысынан бақа, бота, бұзау, балық деген сөздерді білеміз. Сөздерге дыбыстық талдау жасадық. Енді мына тапсырмаға қарай қой. Ойлан тап, дыбыстық талдау жаса. Түсіп қалған әріпті тап. Бірінші сөзде қай әріп жоқ, екінші сөзде қай әріп жоқ, үшінші сөзде қай әріп жоқ, төртінші сөзде қай әріп жоқ деп ойлайсың. Жақсы, келесі енді оқулықтарыңды ашып, суретке қарап, сұрақтардың көмегімен әсем табиғат тақырыбына мәтін құра. Ал енді әсем табиғат мәтініне құрастыруына байланысты астында мынандай сұрақтар берілген екен. Көл жағасында не өсіп тұр? Ағаштың айналасынан нелерді көріп тұрсың? Ағаш бұтағынан не байқадың? Ағаш маңында нелер ұшып жүр? Деген сұрақтарға жауап бере отырып, сен маған әсем табиғат деген тақырыпта шағын әңгіме құрастырып жібер. Суретке мұқият қарайсың, бұл қай мезгіл? Өзен жағасына кім келді? Ол баланың есімі кім сеніңше? Ол Асқар ма, Асан ба? Жоқ, мүлдем басқа есім бересің бе ол балаға? Мүмкін өз есімімен атауыңа болады. Жақсылап тұрып, әсем табиғат деген тақырыпта маған шағын әңгіме құрастырып жібер. Жақсы балалар, енді келесі екінші тапсырмаға қараймыз. Келесі екінші тапсырмада былай дейді. Көбелектер қонған заттарды ата. Көбелектер асқабаққа, қарбызға, сәбізге, бұрышқа қонып отыр екен. Енді қалай ойлайсыңдар балалар? Неге көбелектер картопқа, қиярға, орамжапыраққа қонбайды деп ойлайсыңдар? Неге осы көкөністерге қонып отыр? Бұл жерде бір гәп бар. Сен соны ойлан. Соның сырын тап. Содан кейін дәптерлеріне осы суреттегі сөздердің атын жазасың. Асқабақ, қарбыз, сәбіз, бұрыш деп. Бұларды бір сөзбен не дейді дейді. Бұларды бір сөзбен айтқан кезде бақшада өсетін көкөністер дейді, балалар. Жақсы. Енді келесі тапсырмада, үшінші тапсырмада былай деп тұр. Бірің жаңбыр, бірің бақ-бақ болып сөйлес дейді. Енді біз мектепте оқып жатқан жоқпыз, сондықтан да сен осы үшінші тапсырма бойынша суретке мұқият қара. Суретте бақа мен бұлбұл не деп сөйлесуі мүмкін? Соны айтып көр. Содан кейін осы суретті маған жақсылап тұрып, әдемілеп салып жібер. Ал төртінші тапсырмада табиғат жайлы білгендеріңді қағаз бетіне түсіріп, оларды қорғауға дайындалыңдар. Біз енді мектепте оқып жатқан жоқпыз, бұл суретте табиғатқа жатады. Сен сонда төртінші тапсырманы орындап жібересің. Сондықтан да үшінші тапсырмадағы суретті мұқият әдемілеп маған салып жібер. Жақсы балалар, сонымен біз бүгін сендермен Б дыбысын өтіп, шағын мәтін құрастыруға дайындалады екенбіз, сурет салады екенбіз, және дәптерімізге әдемілеп үй жұмысын орындайды екенбіз. Сонымен үйге сендерге тапсырма ретінде 96 беттегі бірінші тапсырма әсем табиғат деген тақырыпта шағын әңгіме құрастырып жібересіңдер.
3 тапсырманың суретін саласыңдар, дәптермен 23 бетті әдемілеп жазасыңдар. Ана бет дегеннен кейін өтір ғой. Ойбай, сөйлеп отырмыз, онда запись экраны жүріп жатыр, бірақ онда ол болмайды онда. Мына сөздің бәрі шығып жатады ғой. Оны обрезать етіп алуға болады. Ой, оған 2 сағат кетеді, жаза салайықшы қайтады. Жоқ, 2 сағат кетпейді просто. Жарайды онда. Білмеймін, қалай атмайды керек екенін. Қанадан бері қалай әпмет етіп жүрмін. Закрепить етуін кет, мына жағында былай тұратын.